Сәлем достар, бүгін біз салық кабинетінен пенияны қалай қараймыз, шыққан пенияны, және де пения не үшін шығады, және де пенияны қалай төлейміз деген сұрақтарға жауап алатын боласыздар. Алдымен сіздерге пенияны қай жерден қарауға болатынын көрсететін болам қазір. Салық кабинетіме кіріп қойдым. Осылай салық кабинетіне кіресіздер. Мына жерде лицевой счет деген бар. Соны бассаңыздар, запросить етесіздер. Содан кейін окты басып, обновление жасайсыздар. Мына жанында тұр. Осындай бит шығады. Осы битте мына жерде пения деп тұрады. Сіздерден случайда, мысалы, пения болса, қызылмен жазылып тұрады. Мына жерде қазір данное время бұның отчет тапсырылып, пениясы төленіп қойғасын. Осы жерде қазір осылай болып тұр. Егер сіздерде пения болатын болса, қызыл болып жанып шығып тұрады. Қанша сумма төлеу керек екен, бәрі көрсетіліп тұрады. Медстраховка, социалка, пенсионка. Осы жерден қарап алсаңыздар болады. Енді пенияны қалай төлейміз, сол жайында айтатын болам. Пенияны сіздер Каспи арқылы төлесеңіздер болады. Мысалы, сіздер Каспимен жаңа пенсионка, медстраховка, социалка төледіңіздер ғой. Дәл сол сияқты жаңағы Каспи предложениесіне кіріп, госуслугыға кіріп, платеж для ИП кіресіздер. Соның ішінен, мысалға, примерге алайық, пенсионканы. Сол пенсионканы басып, төменгі жақта пения деген бар. Сол строканы басып, сізге қаншалықты пения шығып тұр, сол сумманы жазып, через Каспи төлесеңіздер болады. Енді пения не үшін шығады? Пения екі жағдайда шығады. Мысалға, ИП упрощенка дейік, жылына 2 рет отчет тапсырады. Кей адамдар, мысалы, 6 айда бір төлемдер жасайды. Отчетін жапқаннан кейін обязательно пения шығады, потому что 6 айда олар бір төлем жасап тұрды, сондықтан пения шығады. Енді пения нақты суммасы жоқ, осындай шығады деген. Ол жерде әртүрлі шығады. Мысалы, сіздің жаңағы оборотыңызға байланысты. Мысалы, минималкамен алатын болсақ, жаңағы 6000 теңге пенсионка салу керек болса, сіз оны кешіктіріп салып тұрсыз, соған сізге аздау пения шығады. Егер сіздің оборотыңыз миллиондап салсаңыз, мысалы, сіз пенсионка төлейтін болсаңыз, ол жерде көбірек пенсионка төлеу керек. Соған байланысты көбірек ақша пения шығады. Вот сондай минус плюстер бар. Егер сіз ай сайын төлеп, жаңа платеждар жасап отырсаңыздар, салық кабинетіне 25-не дейін орын аласа сіздердің ақшаларыңыз, онда пения сізде шықпайды, потому что сіз ай сайын төлеп отырсыз. Кей кезде мынадай случай болады, кей клиенттерде: мен осы айда төледім, неге маған пения шығады дейді. Енді қараңыздар, ол кісілер 27-сі, 29-ы, 30-ы тақап төлейді, но сол ай, бірақ кешіктіріп төлейді. Негізі 25-не дейін сіздің ақшаңыз осы кабинетте орнығып тұру керек. Ол үшін алдын ала 18-і, 19-і, 20-сы сондай уақыттарда төлесеңіздер болады. 25-не дейін сіздердің ақшаларыңыз түсіп тұру керек. Содан кейін уже пения шықпайды. Егер сіз кешіктіріп төлесеңіз, әрине пения шығады. Жалпы салық кабинетіне түсінікті деп ойлаймын. Видео ұнады деп ойлаймын. Ақпараттар алды деп ойлаймын. Сондықтан енді мен сіздерге осындай ақпаратпен бөлісіп отқандықтан мен сіздерден әрине комментария, лайк сұраймын, және де каналыма тіркелуді сұраймын. Не себеппен? Потому что мен алдағы уақытта сіздерге пайдалы осындай ақпараттармен бөлісетін болам. Сондықтан бір-бірімізді қолдайық. Сау болыңыздар.